Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін денедегі артық түктерді қалай арылуға болады, соны айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күнде айнаға қарап жүйке жасушасын, ал ай сайын әсемдік салонда шугаринг жасап ақша шығындағанша, артық түкпен бір жолата құтылған әлдеқайда тиімді. Соңғы кезде қыз-келіншектер артық салмақты ғана емес, артық түкті де басты проблема көріп жүр. Осындай проблемамен алысып жүргендер артық түктен бір жолы құтылуға бола ма деп өзіне үнемі сұрақ қоятыны белгілі. Әйелдер артық түкке 3 аймақтағы жүнді жатқызады. Бірінші ерін үсті, сосын қолтық және аяқтағы. Ал мамандар артық түк проблемасын бір жолы құтылудың 3 жолын ұсынады. Бірінші халық емі. Оны мен сіздерге қазір толығымен айтатын боламын. Екінші түссіздендіру және үшінші ол лазерлік эпиляция. Бірінші әдіс. Халық емінің қоржынынан алынған, яғни ертеректен келе жатқан дәрілік өсімдіктер мен заттардың көмегімен іске асады. Бірінші кеңес. Бір ас қасық сұлыны кофе ұнтағышта ұнтақтаңыз. Бір шай қасық сұлы ұнына 2 ас қасық қою бал мен осындай мөлшерде лимон шырынын қосып араластырыңыз. Дайын болған қоспаны ерін үстіндегі аймаққа, қолтыққа және аяққа жағып 15 минут ұстаңыз. Бірер минут ысқылап, жылы сумен жуып тастаңыз. Аптасына 2-3 рет қайталасаңыз, бір айда артық түктен бір жола құтыласыз. Екінші кеңес. 35 мл спирт пен 5 мл мүсәтір спирті және 1,5 мл йод пен 5 мл кастор майы қажет. Барлығын араластырыңыз. Араласпаны артық түктеріңіз бар аймаққа күніне 2 рет жағу керек. 1-2 аптадан соң түк түсі өзгеріп, олар өздігінен түсе бастайды. Мұқият болыңыз. Егер араласпаның құрамында қандай да бір затқа аллергия бар болса, қолданбағаныңыз абзал. Үшінші кеңес. Қалақай тұқымының майын үнемі денеңізге жағатын болсаңыз, түктерден бір жола құтыласыз. Қалақай майы дәріханаларда сатылады. Егер қалақай тұқымының майын таппасаңыз, онда 4 грамм қалақай тұқымын ұнтақтап, 100 мл өсімдік майымен араластырып, арнайы дәрі жасаңыз. Араласпаны қараңғы жерге 2 ай тұрғызғанда, ол қолдануға дайын болады. Араласпаны сүзіп алып, артық түгі бар жеріңізге жағып отыруыңыз қажет. Көп ұзамай түктер түсе бастайды және қайтып шықпайтын болады. Есіңізде болсын, лазерлік әдісті жүктілік және емізу кезеңдерінде онкологиялық аурулары бар әйелдерге қолдануға болмайды. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.